Қызылорда қаласы Түйтоп районы Қази Данабаев көшесінен жер үй сатылымға шыққалы тұр. Жер үй және де қасында кәсіптік мақсатқа арналған магазині бар. Көше асфальт. Мына жағымыз Түйтоп новостройка жаңа үйлер 2010-да салынған. Және де Түйтоп 31-ші дом 19-ші маршруттың конечіне орналасқан. Мына жақ тұсымызда Саматжан банясы. Көшенің бас жағында 173-ші мектеп орналасқан. Ауласы толығымен қоршалған. Қыштан салынған, жиегі облицовкамен қапталған. Магазиннің көрінісімен танысатын болсақ, ішкі көрінісі жалпы ауданы шамамен 160 квадрат метрді құрайды магазиннің. Ені 8, ұзындығы 23 метр. Ішіндегі осылайнан полкілермен қалдырылады. Полкілердің өзі шамамен 5 миллион теңгені құрайды бағасы. Толықтай бейне бақылау камерасы орнатылған. Және де мына жақ тұсымызда қосымша склаты бар. Басқа да мақсатқа да пайдаланса болады. Қосымша склад. Газ, су, свет барлығы келіп тұр. Енді үйдің ауласына қарай өтетін болсақ. Кіреберісі ауланың. Мына жағымыз магазинге арналған, мына жағымыз үлкен үйге. Және де қосымша тапчаны бар, жаздық. Гараж 2 машинаға арналған, толықтай едені жылумен қамтылған. Барлығы да тиянақты түрде салынған, жақсы. Және де мына жағымыз склад, бұл жақта да. Терезелердің барлығына решетка орнатылған. Бір бөлме, мына жағымызда тағы да бір бөлмесі бар. Ол жағында да складқа арналған. Және де мына жағымызда да тоже склад. Черновой вариантта тұр ішкесі. Ауласына стяжка құйылған. Мына жақ тұсымызға котельниге арналған. Ауламыз 10 соттық құрайды. Енді үйдің ішкі көрінісіне қарай өтетін болсақ. Үйіміздің кіреберіс прихожкасы. Осы прихожка толығымен едені жылумен қамтылған. Және де осындай шағын холл. Осы холлдан бөлмелері тарайды. Киім шешуге арналған шкаф. Үй толықтай жылумен қамтылған. Мына жақ тұсымызда үйіміздің ас бөлмесі. Үйдің салынған жылы 2015 жылы салынған. Үйдің жалпы ауданы 220 квадрат метрді құрайды. Мына жақ тұсымыз әжетханасы мен жуыну бөлмесі. Бұл жақта да едені жылумен қамтылған. Аристоны бар, толықтай кафель. Және де осындай үлкен холл. Жөндеу жұмыстары орташа деңгейде. Мына жағымыз бірінші жатын бөлмесі. Үйдегі жиһаздардың барлығы келісім бойынша қалдырылады. Мына жақ тұсымыз екінші жатын бөлме. Және де мына турамызда үйіміздің қонақ бөлмесі. Мына жақ тұсымыз үйіміздің қонақ бөлмесі. Толықтай үйдің барлығы решеткамен қапталған, терезелері. Үйіміздің қонақ бөлмесі өте кең. Басқа да сұрақтар жөнінен көрсетілген номерге хабарласыңыздар.